келесі бізде қан түзу жүйесінің тағы бір тақырыбы бұл бізде эритроциттер, яғни қанның формалық элементтері. Қанның формалық элементтерінің негізгі үшеуі жатады, олар эритроциттер, лейкоциттер және тромбоциттер. Яғни біз қазір эритроциттерге тоқталатын боламыз. Яғни ең біріншісі, эритроциттерге тоқталмас бұрын біз эритроциттердің қалай пайда болатынын айта кетейік. Яғни біз тірек қимыл жүйесінде айтқан болатынбыз. Сүйектердің негізгі қызметтерінің бірі ол бізде қан түзуге қатысады деп. Енді қан түзу ол қай жерде болады? Ол бізде сүйектің қызыл кемігінде қан түзу процестері жүретін болады. Яғни қанның формалық элементтерінің түзілуі. Енді біз эритропоэз дегеніміз бұл эритроциттердің түзілуінің механизмі. Яғни эритроциттердің түзілуі бұл бізде эритропоэз деп аталатын болады. Ал эритроциттердің ыдырауы ол бізде гемолиз деп аталады. Яғни қанның еруі деп аталатын не болмаса. Енді біз эритроциттердің құрамына келетін болсақ, мүмкін сіздер білесіздер, олардың құрамына темір кіреді. Егер темір жетіспесе, адамда анемия болады деген секілді естіген боларсыздар. Яғни ол адам организмдегі темір жетіспеушілік анемия. Яғни анемияның өздері түрлері көп, оны жоғары курстарда тағы өтетін боласыздар. Енді эритропоэзге не қажет? Эритропоэзге бізге негізгі темір, одан кейінгі бізде B12, яғни цианокобаламин, одан кейін B9, фоль қышқылы қажет болады. Сонымен қоса оған белоктар қажет, яғни гемоглобин, яғни оған глобин белогі қажет. Енді біз бәрін бастамас бұрын біздің адам организміне түсетін темірлердің екі түрі бар. Яғни ол химиядан білесіздер, темірлер өзі екі түрлі валентті болады, олар үш валентті, не болмаса екі валентті. Енді біздің адам организмімізге қажет бұл бізде екі валентті темір. Ал үш валентті темір ол қалай адам организміне түседі? Біз кез келген заттарды, яғни алма болсын, басқа құрамында темір бар заттарды жейтін болсақ, яғни егер ол үш валентті болатын болса, және де оған ішкі органдардың қандай да бір факторлар әсер етпейтін болса, онда ол біздің ауыз қуысы, өңеш, асқазан, жіңішке ішек, тоқ ішек деп ойлаңыздар. Егер біз үш валентті темірді қабылдайтын болсақ, ол бүкіл жер арқылы өтеді де сыртқа қарай шығып кететін болады. Егер адам организмдегі ішкі орта факторлары әсер етпейтін болса. Енді бұл темірге қандай фактор әсер етеді? Бұл асқазанға түскен кезде, яғни феррум қосылған ашқылар, не болмаса пепсиноген, не болмаса пепсин, яғни асқазанның іші ол бізде қышқылға толы болып келеді. Асқазанның ішіндегі pH бізде 2-нің төңірегінде болады, яғни адам организміндегі pH, яғни қанның pH-ы 7-35-7-45 аралығында болатын болса, асқазандағы ол 2-2-25 сондайға тең болады, яғни pH-ы өте қышқыл болып келеді. Соның әсерінен асқазанға түскен заттарды қышқылдау арқылы ерітетін болады. Негізгілердің бірі бұл ашқылар, яғни тұз қышқылы. Бізде бұл үш валентті болатын болса, бұл екеуі әрекеттесіп бізден екі валентті темір шығаратын болады. Екі валентті темір олар асқазаннан кейін ары қарай жүре отырып, жіңішке ішектер арқылы қанға сіңетін болады. Яғни феррум екі валентті темір қанға сіңетін болады. Одан кейін бізде B12 және B9 бар. Енді B9-ға келетін болсақ, B9 мыналардың барлығын жүрсек. Енді B9 қалай келеді? B9 бізде ауыз қуысы арқылы түседі. Бұл асқазанда ешқандай бір өзгерістерге түспейді, және де ол жіңішке ішектер арқылы қанға түсетін болады. Одан кейін біз B12-ге келетін болсақ, бұл бізде цианокобаламин. Бұны ас қорыту жүйесінде біз витаминдерге, ферменттерге тоқталатын боламыз. Енді біз B12, яғни цианокобаламин қанға қалай түсетініне назар аударатын болсақ, B12 бұл ауыз қуысы арқылы келеді. Одан кейін асқазанға түскен соң бізде асқазанның ішінде кастылдың ішкі факторы дейтін фактор болады, яғни ас қорыту жүйесінде бұны да өтетін боламыз. Яғни кастылдың ішкі фактор ол B12-ге келеді де, B12-ның сыртына, яғни B12 болатын болса, сыртына қапшық түзіп береді. Яғни бұл асқазанның қышқылдығына төзімді болып келеді. Айтпесе, егер қапшық сыртына қабық түзбейтін болса, онда ол ыдырап жоқ болып кетеді. Яғни адам организмі B12-ні алмай қалады. Сөйтіп бұл қабықты түзіп береді, сөйтеді ол жіңішке ішектер арқылы қайтадан сіңетін болады. Және де бізде B9 жіңішке ішектерден аз көлемде түседі, ол негізінен тоқ ішектерде, не болмаса жуан ішектерде адам организміне түсіп отырады. Тоқ ішектердегі ең маңызды бір элементтер бұл
тоқшектерде микрофлоралардың болуы. Яғни микрофлора олар патогенді және патогенді емес болып екіге бөлінеді. 90% жағдайда бұлар патогенді емес микрофлора, яғни бұл жерде бактериялар өмір сүреді. Біздің адам организмге қажетті бұл жерде біз жасұмық дейміз, клетчаткалар, және де сонымен қоса бұл жерде витаминдер өте көп сіңірілетін болады. Атап өткенде B9 витаминін мысалға алатын болсақ, өте көп осы тоқшектер арқылы, яғни бактериялардың көмегімен сіңірілетін болады. Егер де адам ұзақ уақыт антибиотик ішетін болса, мысалы ампицилин секілді қандай да бір антибиотиктердің негізгі механизмі ол бактерияларға шабуыл жасау. Олар қарамайды, яғни олар патогенді ма, жоқ патогенді емес пе, олардың ешқайсысын қарап отырмайды, бүкіл бактерияларға шабуыл жасайды. Соның әсерінен адам организміндегі бактериялар саны азайып кететін болады. Бактериялар саны азайып кеткен кезде ол адамдарда дисбактериоз болады. Дисбактериоз кездерінде адамның мысалы іші өтуі мүмкін, және де мына витаминдердің сіңірілмеуі қаупі жоғарылайды. Яғни егер де адам организм ұзақ уақыт антибиотик қабылдайтын болса, ол адамдардағы микрофлора азаяды. Микрофлора азайған соң, егер бір адамға антибиотик тағайындайтын болсаңыз, олармен антибиотикке қосып біз ішек микрофлорасын қалпына келтіретін пробиотиктерді қосып тағайындайтын боламыз. Оны сіздер жоғары курста фармакологияда өтетін боласыздар. Яғни пробиотиктер барлығын. Енді егер адам организмінде осы микрофлора азайып кетсе, яғни бізде витамин жетіспеушілігі пайда болады. Витамин жетіспеушілігі ол бізде өз кезегінде эритропоэздің тежелуіне алып келеді. Қазір біз эритропоэз қалай жүретінін айтатын боламыз. Енді эритропоэздің жүруі үшін бізде полипатентті бағаналы жасушалардан бастаймыз. Полипатентті бағаналы жасушалар не болмаса сіздер бағаналы жасушалар деп айтсаңыздар да болады. Яғни бұл бізде сүйектің қызыл кемігінде болады. Біздегі мына B9, яғни фоль қышқылы. Мұнда жазамыз фоль қышқылы B9. Бұл B12 мен қосылады. B12 мен қосылады да бізде тетрафоль қышқылы пайда болады. Қысқартып жаза саламын. Тетрафоль қышқылы. Тетрафоль қышқылы бұл полипатентті бағаналы жасушаларға әсер етеді. Полипатентті бағаналы жасушаларға әсер еткен кезде оның өзінің арнайы ДНК-сы болады. Яғни қандай да бір ақпаратты сақтап отыр. Ол қандай ақпарат? Яғни полипатентті бағаналы жасушалар олар негізінен қан түзуге қатысады. Яғни олар ДНК-сына әсер етеді. Одан кейін митоз арқылы бұлардың бөлінуі болады да, содан бізде эритроцитке, эритропоэтинге сезімтал жасушалар түзеді. Яғни эритропоэтинге сезімтал жасушалар. Эритропоэтин дегеніміз не? Эритропоэтин дегеніміз бұл эритропоэзді ынталандыратын гормон болып табылады. Эритропоэтин енді қайда бөлінеді? Эритропоэтин бізде мына жерде бөлек түспен жазып қойдым, бұл бізде бүйрек және бауыр. Негізгі 90% жағдайда осы эритропоэтин бізде бүйрек арқылы өндірілетін болады. Яғни эритропоэтин негізінен бүйрек арқылы өндірілетін болады. Яғни ол қай кездерде бөлінеді? Егер бүйрекке гипоксиялық белгілер, яғни оған қан аз келетін болса, гипоксия болатын болса, осы эритропоэтиндерді көптеп бөле бастайтын болады. Егер адам организмінде қандай да бір созылмалы бүйрек жеткіліксіздігі болатын болса, мысалы гемодиализбен отырған адамдар бар. Гемодиализ дегеніміз қанды жасанды тазарту, яғни бүйрек өз функциясын атқарып жатқан жоқ. Ол адамдарға жасанды эритропоэтин құяды. Себебі неге? Себебі оның бүйрегінен эритропоэтин гормоны бөлініп жатқан жоқ. Және де бауырдан түзілетін болады, ол аз көлемде. Одан кейін эритропоэтин бұл бізде эритропоэтин сезімтал жасушаларға барып әсер етеді. Яғни мынаның өзін аты айтып тұр. Эритропоэтинге сезімтал жасушалар. Маған эритропоэтин бер, мен саған басқа нәрсе беремін деп тұр. Яғни эритропоэтин осымен әсер етеді. Сосын бізде эритробласт пайда болады. Эритробласт. Яғни біздегі алғашқы эритроциттер пайда бола бастады. Және де бұлардың ортасында үлкен ядро болады. Негізі эритроциттер олардың құрамында ядросы жоқ элементтер, яғни денешіктер болып табылады. Бірақ та бұл түзілу барысында құрамның ортасында ядро болады. Және де олар ары қарай эритробласт уақыт өте келе пронормативке, одан базофилді пронормативке айналады. Яғни бұл эритробласттардың ішіне бізде мына қанда жүрген феррум, B12, магний, тағы да басқа элементтер осы эритробласттардың ішіне барып енетін болады. Эритробласттардың ішіне негізгі енетіндер олар бізде феррум, яғни темір, одан кейін фоль қышқылы, одан кейін біздегі цианокобаламин осы эритробласттардың ішіне енеді. Одан кейін оларды пронормативке айналдырады. Пронорматив ол өз кезегінде базофилді пронормативке айналдырады.
яғни мына механизм бәрін есте сақтау мүмкін емес, бірақ та сіздер негізгі нәрсені түсінуіңіз керек. Яғни бұлардың құрамында ядро болады, ортасында үлкен, және де ол уақыт өте келіп жоғалады. Қазір келеміз олардың барлығына. Одан кейін нормативке не қылады, одан кейін бізде бұл гемоглобин байланысады. Гемоглобин бұл құрамында гем және де глобин, яғни темір және де белок бар. Сөйтеді олар полихромды нормативке айналады. Полихромды норматив, яғни ол гемоглобинмен қаныққан эритроциттің жас түрі. Одан кейін ол оксифилді нормативке айналады. Одан кейін ол ретикулоцитке айналады. Ретикулоцит бұл бізде эритроциттердің жас түрі. Эритроциттер сөйтіп ол ретикулоциттер де сүйектің қызыл кемігінде эритроцитке айналады. Эритроцит сөйтіп қанға түседі. Жалпы мына механизм бұл бізде орташа есеппен 3-4 күнді алып жатады. Яғни мынаның бәрі әсер етіп, соңында эритроцит пайда болу үшін 3-4 күн уақыт кетеді. Одан кейін біз ретикулоциттерге келетін болсақ, ретикулоциттер бұлар эритроциттердің жас түрі болып табылады. Яғни қандағы сүйектің қызыл кемігінің жұмысын білдіреді. Егер адам организмде бұның нормасы 0,5-1,4% құрайды. Егер де адам организмде ретикулоциттер қанында табылмайтын болса, онда сүйектің қызыл кемігі жұмыс атқарып жатқан жоқ дегенді білдіреді. Ал егер ретикулоциттер адам организмінде қанда табылатын болса, онда сүйектің қызыл кемігі өз жұмысын жақсы атқарып тұр дегенді білдіреді. Яғни ол қан аурулары кездерінде көп мәлімет беретін болады. Мысалы адамда қандай да бір қан кету пайда болды. Яғни мысалы қолын кесіп алды, не болмаса авария болды, соның әсерінен көп қан жоғалтты. Көп қан жоғалтқан соң ол адамдарда 3-4 күннен кейін қайтадан эритроциттері, яғни қанның формалық элементтері қалпына келе бастайды. Егер қан құю қажет емес жағдайда. Сөйтеді олар қалпына келеді. Және сол кезде қарасаңыздар, сіздердегі ретикулоциттер саны артып кеткен болады. Яғни 1,4 максимум болатын болса, ол 3-5-ге дейін артып кетуі мүмкін. Себебі сүйектің қызыл кемігі жылдам жұмыс атқарып, қанға керек эритроциттердің көлемін шығарып береді. Ал егер де қандай да бір сүйекте ісіктер, басқа да бір аурулар, мысалы остеомиелит деген секілді тағы да бір аурулар болатын болса, онда бұл ретикулоциттердің саны азайып кетеді. 0,5-1,4-тің арасында болса, оның ретикулоциттер төмендеп кетеді. Ол сүйектің қызыл кемігінің жұмыс жасап жатқанын жоқ екенін білдіреді. Одан кейін қанның формалық элементтері, негізгі эритроциттер, бұлар қанда жүреді, орташа есеппен 110-120 күн өмір сүреді. Сөйтеді де олар көк бауырға барып ыдырайды. Көк бауырды сіздер оқыған боларсыздар, мүмкін бұл эритроциттердің моласы деп. Яғни эритроциттер көк бауырға барып өлуіне байланысты көк бауырды біз эритроциттердің моласы деп те атаймыз. Енді мына 3-4 күн кетті. Енді біз жүгірген кезде, физикалық жүктеме жасаған кезде біздің адам организмдегі эритроциттердің саны артады. Қалыпты жағдайда мысалы ер адамдарда 4,7, 5,5, әйел адамдарда 3,9, 4,5 аралығында болатын болса, біз жүгіру кездерінде, не болмаса секіру кездерінде біздегі эритроциттер санының артуы болады. Оны біз эритроцитоз деп атайтын боламыз. Яғни эритроцитоз ол ненің әсерінен пайда болады? Эритроцитоз қалыпты жағдайды айтып жатырмын. Яғни қалыпты жағдайда біздің адам организмдегі эритроциттердің көбеюі. Эритроцитоз ол қай кезде болады? Біз жүктеме жасаған кездерінде болады. Енді бұлар мынау 3-4 күн кетті дедік. Ал біз жүгіру, секіру ол көп болса бір 10-15 минуттың уақыты. Енді бұл қайдан келеді эритроциттер? Эритроциттер бізде терімізде, бауырымызда негізінен қорға жиналатын болады. Яғни сонымен қоса сүйектің қызыл кемігінде. Яғни біздегі теріміз, бауырымыз және сүйектің қызыл кеміктері бұл эритроциттердің депосы, яғни қоры болып табылады. Біз жүгірген кезде, физикалық жүктемелер түсірген кезде сол деподан бөлініп қанға шығып, ол эритроциттердің санын көбейтетін болады. Яғни бұл физиологиялық жағдайда. Ал егер де қандай да бір аурулары болатын болса, эритроцитозбен сәйкес келетін, онда оны сіздер жоғары курстарда ішкі аурулар пробедикасында не болмаса патофизиологияларда өтетін боласыздар. Содан кейін эритроцитоз, яғни бұл қандағы эритроциттердің жоғарылығы. Одан кейін бізде эритроциттер төмендейді. Енді ол қай жағдайларда? Біз оны
эритропения деп атайтын боламыз. Эритропения. Сіздерге лайфхак, егерде нормадан төмендеу болатын болса, сіздер оған пения жалғауын жалғайсыздар, ал егерде олар нормадан асып кететін болса, цитоз жалғауын жалғайтын боласыздар. Эритропения не болмаса, оны анемия деп атайды, яғни жиі таралуына байланысты. Екеуі былайша айтқанда бір ұғым. Эритропения кездерде анемия болады, анемия кезінде эритропения болуы мүмкін. Яғни 3-9-дан төмендеп кету әйел адамдарда, ер адамдарда 4-5-тен төмендеп кетуі бұл бізде эритропенияға алып келеді. Ол бізде сүйектің қызыл кемігі дұрыс жұмыс жасамайтын болса, не болмаса, қандай да бір аурулар болатын болса, мысалы, орақ тәрізді анемия деген секілді мүмкін естіген боларсыздар. Яғни бізде эритроциттердің формасы дөңгелек болатын болса, орақ тәрізді анемия кездерінде ол жартай тәрізді эритроциттер болады. Сөйтеді олар жылдам бұзылып кетуге ықпал жасайды. Одан кейін микроцитозды, макроцитозды эритроциттер болады, яғни көлемі кіші, не болмаса үлкен. Яғни ол адам организміндегі эритроциттердің төмендеуі. Одан кейін бізде анемия бар. Анемияның өздерінің түрлерін ажыратады, яғни темір жетіспеушілік анемия, B12 жетіспеушілік анемия, мегалобласт анемия деген секілді анемияның түрлерін ажыратады. Одан кейін гемолиздің де түрлерін ажыратады. Олар көкбауыр шамадан тыс жұмыс атқарып тастайтын болса, яғни туа пайда болған ауру болады. Жас балаларда тұрақты сарғыштық пайда болады. Тұрақты сарғыштық ненің әсерінен пайда болады? Себебі адам организмде эритроцит ыдыраған кезде ол гемге және глобулинге ыдырайтын болады. Ал глобулин ол ары қарай барып билирубинге айналатын болады. Ал сол билирубин, билирубиндер олар біздің организмге сарғыш түс беретін болады. Оны сіздер жоғарғы курстарда патофизиология, не болмаса ішкі аурулар пропедевтикасында, сонымен қоса гематологиясында сабақтардан өтетін боласыздар. Енді ол көкбауырды алып тастайды адам организмде, яғни спленомегалия кездерінде. Сонымен қоса біздегі темір жетіспеушілік анемия, витамин жетіспеушілік анемиялар олар қай кезде пайда болады? Егер адам ол өзі дұрыс тамақтанбайтын болса, яғни құрамында темірі бар, витаминдері бар тағамдар аз тұтынатын болса, олар мысалы фастфудтар, жылдам дайын болатын тағамдар, не болмаса студенттер болып тамаққа жарымауы мүмкін. Сол кезде ол адамдарда да темір жетіспеушілік, не болмаса витамин жетіспеушілік анемиялар болуы мүмкін. Сонымен қоса бізде мальдигестия, малабсорбция деген сияқты аурулар бар. Аурулар, не болмаса олар синдром ретінде қарайды. Яғни бір симптомдардың жиынтығы, ол ішектердің сіңірілуінің бұзылуы. Сол кездерде де адам организмде витаминдердің жетіспеушілігі болуы мүмкін. Сонымен қоса жоғарыда атап өткен микрофлораның азаюына, яғни ұзақ уақыт антибиотик тағайындау, не болмаса ішектерде калий, энтерокалит сынды қандай да бір аурулар болатын болса, онда ол бізде витаминнің жетіспеушілігіне алып келеді. Бұл бізде эритропоэз, яғни эритроциттер түзілуі ядро басында болады, соңында бізде эритроцит құрамында, ортасында ядросы жоқ, жалғыз денешік болып шығады. Яғни басынан бастайтын болсақ, ол бізде бағаналы жасушалар, полипатентті бағаналы жасушаларға бізде тетрафоль қышқылы әсер етеді. Олар митоз арқылы эритропоэтин сезімтал жасушаларды түзеді. Эритропоэтин сезімтал жасушалар олар бүйректен және бауырдан бөлінген эритропоэтинмен байланысу арқылы эритробласт түзіледі. Эритробласттың құрамында бізде негізгі формалық элементтері, негізгі элементтері, яғни темір, магний, кальций сынды адам эритроцитке қажет элементтер табылады. Одан кейін олар пронормативтерге айналады. Сөйтіп ол базофилді пронормативке айналады. Сөйтеді ол гемоглобинмен қосылады. Гемоглобин ол гемнен және глобиннен тұрады. Сөйтеді олар полихромды нормативке айналады, яғни құрамды түсі бар. Одан кейін олар аксифилді нормативке айналады, олар ретикулоцитке айналады. Ретикулоцит ол бізде жас эритроциттер ретінде де қарауымызға болады. Одан кейін олар эритроцитке айналып қанға түсетін болады. Бұның жалпы ұзақтығы 3-4 күн. Эритроцит қанда 120 күнге дейін өмір сүреді және де бауырға барып жойылады. Көк бауырға барып жойылады. Көк бауырды бізде эритроциттердің моласы деп те атайды. Және эритроциттердің ыдырауын біз гемолиз атаймыз. Эритроциттер егер адам организмінде қанда жоғарылайтын болатын болса, біз оны эритроцитоз, ал егер төмендейтін болса, эритропения деп атаймыз. Эритропения және анемия екеуі бірге жүреді. Және біз анемияның түрлерін ажыратамыз. Оны сіздер жоғары курстарда өтесіздер, темір жетіспеушілік, мегалобласт анемия деген секілді. Одан кейін келесі біз енді эритроциттердің қызметіне тоқталамыз.
Сонымен келесі бізде эритроциттер, яғни эритроцит ол қанның қызыл түйіршіктері деп аталады. Және де мына жерде жазылып тұрған бүйрек, бауыр, оның астында жыныс гормондары, қалқанша безі және сонымен қоса бүйрек бездері жазылып тұрған болатын. Оларды айтып өтсем шығып кетті. Яғни қазір айта кетейін, бауыр мен бүйрек ол адам организміндегі негізгі эритроциттердің, яғни эритропоэздің ынталандыратын, бұл эритропоэтин бөледі, яғни бүйрек және бауыр. Одан кейін оның астында тұрған жыныс гормондары. Жыныс гормондары екіге бөлінеді: әйелдік және де ер адамның жыныс гормондары. Әйел адамның жыныс гормондарымыз эстрогендер деп атайтын болсақ, ал ер адамның жыныс гормондарымыз андрогендер деп атаймыз. Соған негізгілердің бірі ол тестостерон болып табылады. Осы тестостерон ол бізде эритропоэзді ынталандырады, ал эстроген ол эритроциттердің түзілуін төмендетеді. Осыған байланысты әйел адамдарда 3-7, 4-7 болатын болса, ер адамдарда 4-5, 5-5, 4-7, 5-5-дің арасында болады. Яғни ер адамдарда эритроциттер көптеу. Одан кейінгісі қалқанша безі бөлінетін гормон, яғни тироксиндер, оларда эритроциттердің түзілуін жылдамдатады. Одан кейінгі біздегі симпатикалық жүйе бізде эритроциттердің түзілуін жылдамдатады. Одан кейін парасимпатикалық жүйе бұл эритроциттердің түзілуін төмендетеді. Бұларды біз орталық жүйе жүйесінде симпатикалық және парасимпатикалық жүйелерді айтатын боламыз. Одан кейінгісі бізде гипоталамус гипофизарлы жүйе, олар біз эндокринді жүйеде тоқталатын боламыз ең соңғы жүйеде. Яғни олардан бөлінетін гормондар эстроген және де тестостеронға әсер етеді. Соған байланысты да біздегі эритроциттердің түзілуі ынталанып және де төмендеп отыратын болады. Енді эритроциттерге сипаттама беретін болсақ, эритроциттер норманы міндетті түрде жаттау қажет. Алдағы уақытта бүкіл өмір бойына норма бізге керек болады. Ер адамдарда 4-5, 5-5 көбейтілген 10-ның 12-ші дәрежесі, яғни қанның формалық элементтерінің ішіндегі ең көбі осы бізде эритроциттер. Ал біздегі лейкоциттер және де тромбоциттер келетін болсақ, біз оларды көбейтілген 10-ның 9-ші дәрежесі деп алатын боламыз. Яғни олардың саны аз. Ер адамдарда 4-5, 5-5, әйел адамдарда 3-7, 4-7. Бұл негізгі лабораторияға, яғни әр больницаның өзінде әртүрлі лаборатория болуына байланысты мына цифрлар 1, 2, 0,1, 0,2-ге өзгеріп отыруы мүмкін. Бірақ негізгі қалыпты осындай. Одан кейін эритроциттердің өмір сүру ұзақтығы 120 күн, яғни сүйек кемігінен түзіліп қанға түсіп және көк бауырға барып өлгенше. Эритроциттердің түзілуін эритропоэз, ыдырауын гемолиз деп атайтын боламыз. Одан кейін бұлардың диаметрі 7-3 микрометрге тең болады. Егер бұдан көлемі артып кететін болса, оларды біз макроцистоз, не болмаса көлемі төмендеп кететін болатын болса, біз оларды микроцистоз деп атайтын боламыз. Одан кейін бұлар ортасы батыңқы диск тәрізді, яғни дөңгелек болады да, және де екі шеті қалың, ортасы жұқа болып келеді. Яғни осы секілді. Яғни бұл дөңгелек не болмаса кәдімгі нанға ұқсайды, дөңгелек нанға. Одан кейін эритроциттерді біз эритропоэз, яғни эритроциттер түзілуі, эритроциттер төмен болатын болса, біз оларды эритропения, жоғары болатын болса, эритроцитоз деп атайтын боламыз. Одан кейін диаметрінің өзгерісін біз анизоцитоз деп атаймыз, және де формасының өзгеруін біз поикилоцитоз деп атайтын боламыз. Яғни олар қалыпты жағдайда ортасы батыңқы диск тәрізді болатын болса, бұл формалардың өзгеруінің кездерінде олар жоғарыда атап өткен орақ тәрізді анемия, не болмаса микроцитоз, макроцитоздарда осы поикилоцитоз деп атаймыз, яғни формасының қандай да бір түрге өзгеруі. Орақ тәрізді болып кетуі мүмкін, шар тәрізді, макроцитоз болып кетуі мүмкін деген секілді. Одан кейінгісі бізде түстік көрсеткіш бұл бізде гемоглобин мен эритроциттердің бір-біріне қатынасы арқылы алатын боламыз. Оны қазір гемоглобин айтқан кезде тоқталамыз. Сонымен келесі біз эритроциттердің қызметін тоқталатын болсақ, бізде эритроциттердің құрамында гемоглобин болады. Осы гемоглобиндер оттегімен байланысу арқылы оттегін тасымалдауға қатысады. Ал оттегі бізде тыныс алуымызды реттеп отыратын болады. Яғни тыныс алған кезде біз оттегін жұтып, көмірқышқыл газын шығарамыз. Оны мектеп кездерінен білесіздер. Және бұл тыныс алуға эритроциттердің қатысуын біз тыныс алу жүйесінде кеңінен тоқталатын боламыз. Яғни бұлардың құрамында гемоглобин болады, ол оттегін тасымалдауға, оттегін және көмірқышқыл газын тасымалдауға қатысады. Сол арқылы біз тыныс алу қызметіне қатысып отырады эритроциттер. Одан кейін қан тобын анықтауға қатысады. Қан тобын анықтауды қазір кеңінен тоқталамыз.
одан кейін қан ұюының бірінші этапына қатысады. Яғни біз тромбоциттерді айтқан кезде айтатын боламыз, яғни қызыл тромб, ақ тромб деген секілді. Егер де құрамында эритроциттер болатын болса, ол эритроциттер қызыл тромбқа жатады. Және де олар қан ұюының бірінші этапында ғана кездеседі. Оны тромбоциттерді кеңінен тоқталамыз қазір. Одан кейінгісі 2,3 дифосфоглицераттардың синтезіне қатысады. 2,3 дифосфоглицерат дегеніміз бұл гемоглобин мен оттегінің туыстығын ажыратады. Бізде гемоглобин, оттегі, егер оған 2,3 дифосфоглицерат әсер ететін болса, оны біз гемоглобинге және оттегіге бөліп жіберетін боламыз. Сөйтеді гемоглобин бұл тіндерге бар, тіндердің тыныс алуына әсер етеді, ал гемоглобин ол басқа оттегімен не болмаса көміршіл газымен бірге қосылып қайтадан тасымалдау қызметтерін атқарады. Одан кейін енді қан тобын анықтауға келетін болсақ, қан тобында біз мектеп кездерінен білесіздер, олар 4 түрлі қан тобы бар. Олар 1-ші, 2-ші, 3-ші, 4-ші және де аглютиноген және де аглютимин деген екі ұғым бар. Аглютиноген, яғни аглютиноген ол бізде үлкен әріптермен белгіленеді. Ол А және Б. Ал аглютимин дегендер олар альфа және бета болып екі түрге бөлінеді. Осы мына аглютиноген деген осы эритроциттердің сыртында қабығында орналасады. Аглютиногендер, яғни мына А және Б. Мынау альфа, бета дегеніміз бұлар қан плазмасында жүзіп жүреді. Бұлар аглютининдер қан плазмасында, ал аглютиноген, яғни АБ, олар эритроцит қабықшасында орналасады. Яғни бізде эритроцит қабықшасында болатын болса, олардың сыртында А не болмаса Б орналасатын болады. А не болмаса Б. Ал қан плазмасында альфа немесе бета жүзіп жүреді. Альфа және бета. Мынау эритроцитте, мынау қан плазмасының қабықшасында. Және де бұлар альфамен қарама-қарсы, яғни А болған жерде альфа болмайды, альфа болған жерде А болмайды. Б да дәл солай, Б болған жерде бета болмайды, бета болған жерде Б болмайды. Егер олар бір-бірінен қоссақ, яғни құйсақ, ол адамдарда аглютинация болатын болады. Енді біз 4 түрлі қан тобын ажыратамыз. Оларды жеке-жеке жазайық. 1-ші қан тобы, 2-ші қан тобы, 3-ші қан тобы және 4-ші қан тобы. Одан кейін біз 4 қан тобында бізде А және Б, альфа және бета, осылардың қайсысы болатын тоқталып өтетін болсақ. 1-ші тобында 2 аглютиноген болмайды, оларда бізде альфа және бета болады. Екеуі де болады. Альфа да және бета да. Одан кейінгісі 2-ші қан тобында бізде А аглютиногені болады және бета бізде аглютимин болады. Қазір бұлардың барлығын тоқталамыз. Одан кейін 3-ші тобында бізде Б аглютиноген болады және альфа аглютимин болады. Ал 4-ші тобында А, Б деп белгілейтін боламыз. Яғни бұлардың құрамында аглютимин жоқ. Бұлардың құрамында тек аглютиноген, яғни 4-ші топта. Сондықтан біз 1-ші топ қанын универсал донор деп атаймыз, және де оны кез келген қан тобына құюға болады. Бірдің өзіне, 2-ге, 3-ге, 4-ге деп сіздер оқисыздар. Оқулықтардан және де мектеп кездерінен білесіздер. 2-ні 2-ге және 4-ге құюға болады, 3-ті 3-ге және 4-ге құюға болады. Бірақ қазіргі таңда донорлардың көптігіне байланысты негізінен 2-ші топ қан адамдарына тек 2-ші топтікін құятын болады. Одан кейін бұлардан бөлек қанның резус фактор деген болады. Яғни резус фактор Д не болмаса сіздер жазған кезде RH деп жазатын боласыздар. Яғни Д деп әріпмен, яғни резус фактордың несін анықтайды, яғни бұл оң не болмаса теріс болуы мүмкін. Не болмаса сіздерде кітаптарға, дәптерлерге жазған кезде бұны RH деп жазатын боласыздар. Минус не болмаса RH плюс болады. Енді сонымен бұл қан топтары осындай аглютинин және аглютиногендерден тұрады. Енді бұларды қалай анықтаймыз? Оны біз цаликулондар көмегімен анықтаймыз. Цаликулондар олар арнайы осы анти-А-ға және анти-Б-ға, сонымен осы анти-Д-ға арналған сұйықтықтар. Оны қалай жасайды? Сіздерді негізінен көбінесе оны практикада көрсеңіздер көбірек есте қалады, бірақ қазір практикаға барғанша, мысалы ертең сіздерге сабақ болса, түсініктірек болу үшін айта кетейін. Сіздерге мынандай бір табақша береді. 4 бұрышты не болса дөңгелек әртүрлі. Одан кейін олардың ішінде кішігірім шұңқыршалар орналасады.
сөйтеді де біреуден қан алады, кез келген біреуден қан алады, сөйтеді де оны екі шұңқырға құяды. Бір екі ғана тамшы, көп емес, көп қажет жоқ, бір және екі ғана тамшы қан құяды, және де одан кейінгі бір немесе екі шұңқыр тастап кетіп үшіншісін құяды. Бұл бізде резус факторды анықтауға қажет болады. Одан кейін дәл қан тамызған соң оларға біз не қосамыз? Цаликлондар қосамыз, яғни арнайы сұйықтықтар. Кішкентай құтыларда болады, өте кішкентай, көзге тамызатын, мысалы альбутиттің ыдысы секілді арнайы өзі істеліп қойған. Сөйтеді олардың әрқайсысына цаликлондар тамызып шығады, яғни анти-Б, анти-А, анти-Б және де анти-Б деген цаликлондар болады, және де олардың түрлеріне байланысты өзгешелік болады. Анти-Ада егер қателеспесем қызыл, Б-да жасыл және Д-да көк болу керек. Егер мен қателеспесем, қателесуім де мүмкін. Одан кейін біз бұларды жай бір шынылармен алып араластырамыз. Яғни біріншісін араластырамыз, екіншісін және де үшіншісін. Және де бір жерге батырылған шыны не болмаса таяқшалар, олар келесіне қайтып батырылмауы қажет. Яғни мысалы ручканың қақпағын аламыз да араластырамыз, келесі ручканың қақпағын алып араластырамыз, одан кейін келесі деген секілді. Сөйтеміз де ол жерлерде агглютинация болады, яғни нешінші қан тобына байланысты. Енді мұнда жазамыз қазір анти-А және анти-Б. Анти-А және анти-Б. Бізде бірінші топ қандарында агглютиноген жоқ болуына байланысты біз бұл екеуінде де бізде агглютинация болмайды. Яғни мынандай бір құр сұйықтық болып келеді. Бұл бізде бірінші қан тобын анықтап береді. Одан кейін екінші қан топ кездерінде бұның құрамында агглютиноген А болуына байланысты бұл анти-Адан бізде агглютинация пайда болады. Яғни эритроциттердің бір-бірімен жабысып қалуы. Анти-Б-да түкте болмайды. Одан кейін үшінші топ бұның құрамында анти-Б болу, Б агглютиногені болуына байланысты бұда Ада ешқандай өзгерістер болмайды. Одан кейін анти-Б-да агглютинация болады. Ал төртінші қан тобында бұда А және Б агглютиногенінің болуына байланысты анти-Ада да және анти-Б-да да бізде агглютинация болады. Агглютинация бұл эритроциттердің бір-бірімен жабысып қалуы, соның нәтижесінде біздің қанымызда тромбтар пайда болып, қан тамырларының өткізгіштігін бұзып, қан тасымалдау қызметтерін бұзып, белгілі бір органға өзінің зиянын тигізетін болады. Мысалы тромб жүректе пайда болып қалса, ол стенокардия және инфарктты туғызады. Миға баратын болса, ишемиялық инсультті туғызады. Өкпеге барса тела, яғни тромбоэмболия, легочных артерий дегенді туғызады. Өкпеге барса, бүйрекке барса, бүйрек инфарктын туғызады деген секілді. Яғни артерияның бітеп қалуына байланысты. Соған байланысты біз қан құйған кезде шатастырмау қажет. Яғни екінші топқа тек екінші топтың қанын құю қажет. Одан кейін резус фактор. Резус фактор оң және теріс болады. Ол мына үшіншісінен анықталады. Ол түсі көк болу қажет. Қателеспесем, егер агглютинация жүрсе, онда резус фактор бізде оң болады. Ал агглютинация жүрмейтін болса, онда резус фактор бізде теріс болады. Резус фактор 85% жағдайда оң болып келеді. Яғни көптеген адамдарда. Одан кейін 15% жағдайда резус фактор бізде теріс болып келеді. Резус фактор және резус фактор теріс және оң адамдар бір-бірімен үйленетін болса, онда олардың бала табу мүмкіндігі өте төмен болады. Бала пайда болған күннің өздерінде олар шетінеп кетеді. Яғни толық дамып дүниеге келуі қиын болады. Тек бірінші баласы ғана дүниеге келеді деп есептеледі. Оны сіздер генетикадан ауруларды өткен кезде өтетін боласыздар. Одан кейін біз қан тобын жазған кездерінде, қан тобы мысалы екінші топ болатын болса, 2 дейміз. Одан кейін А дейміз да, сосын резус фактор жазамыз. Резус фактор бізде резус фактор оң болса, оң плюс деп жазатын боламыз. Яғни қан тобын анықтаймыз. Сонымен келесі бізде қан түзу жүйесіндегі гемоглобин. Гемоглобин бұл эритроциттердің ішінде болатын арнайы белок. Бұл гемоглобинге біз асқорыту жүйесінде бауырдың функцияларын айтқан кезде гемоглобиннің қалай ыдырайтынын айтатын боламыз. Ал негізгі қызметтері бұл
эритроциттердің негізгі қызметімен бірдей, яғни ол оттегіні тасымалдауға қатысады. Мынау гем және глобин белогынан тұрады. Бұл бізде бір темірден және де 3 белоктан тұрады деп айтсаңыздар да болады. Себебі бұл жерде бір темір молекуласы және 4 белок болады. Бұл 4 белок барады да оттегілермен байланыс болады. Өзімен бірге 4 оттегіні тасымалдайтын болады бір гемоглобин. Енді бұл гемоглобин бұл ерекше бір хромопротеин деп атаса да болады. Яғни бұл эритроциттердің түстік көрсеткіштерін анықтайды. Түстік көрсеткіштер дегеніміз бізде эритроцит пен гемоглобиннің бір-біріне қатынасы олар формулалар арқылы шығатын болады. Енді гемоглобиннің нормасын білу қажет. Кез келген нәрседе алдыңғы жоғарыда айтқандай кез келгеннің нормасын білу керек. Гемоглобин бізде ер адамдарда 130-160 грамм литр деп аталады, ал әйел адамдарда 120-150 грамм литр. Нәрестелерде бұл 145-225 грамм литрге дейін болады. Неге нәрестелерде бұндай көп екенін қазір айтатын боламыз. Енді бұл гемоглобиннің біз 3 түрін ажыратамыз. 3 түрі. Бұл гемоглобин P, бұл эмбрионалды кезеңде болады, яғни әлі ұрық. Ұрық ол эмбрионалды кезеңде болады, яғни ол әлі құрсақтық нәрестеге не болмаса ұрыққа айналған жоқ, ол әлі эмбрион. Яғни алғашқы 3 айында осы гемоглобин P бізде гемоглобинді өндіретін болады. Бұл қай жерде өндіреді? Гемоглобин болған негізінен эритроциттерде. Бұл гемоглобин P бұл қай жерден өндіріледі? Егер сіздер нәрестелердің жатырішілік дамуын оқыған болатын болсаңыздар, олардың эмбрионогенез кездерінде олардың сары қапшығы болады, хорион, амиондары болады дегендерді оқыған боларсыздар. Осы гемоглобин P бұл бізде сары қапшықта өндірілетін болады. Сары қапшық. Сары қапшықта өндіріледі. Бұл гемоглобин эмбрионал даму кезеңінде алғашқы 3 айда, яғни нәресте әлі ананың ішінде алғашқы 3 айында ғана осы гемоглобин P оттегімен қамтамасыз етіп тұратын болады. Одан кейін гемоглобин F не болмаса фетальды гемоглобин деп аталады, болмаса бұны ұрықтық гемоглобин деп атасақ болады. Мынау эмбрионалдық болса, мынау бізде ұрықтық болады. Бұл бізде бауыр мен көк бауырда түзіледі. Бауыр, көк бауыр. Осы фетальды гемоглобиннің арқасында көк бауыр бізде қан түсу мүшелеріне ғана жатады, бірақ бұл ұрықтық даму кезеңінде. Одан кейінгісі бізде гемоглобин А, адульт, яғни ересектерде болады. Бұл адам өмірге дүниеге келген соң, яғни 9 айда не болмаса гинекологиялық 40 аптадан кейін нәресте дүниеге келеді. Содан бастап ол адамда гемоглобин F, бұл гемоглобин А, яғни адульт ересектердікіне айналады. Және де бұл осы туылғаннан бастап адам қашан қайтыс болғанша осы бізде гемоглобин А, яғни адульт арқылы нәресте тыныс алатын болады. Бұл қай жерде өндіріледі? Бұлардың негізгі өндірілетін бұл бізде сүйектің қызыл кемігі. Енді нәрестелерде неге көп? Ер адамдарда әйел адамдарға қарағанда сәл көп болады. Енді біз нәрестелердегі гемоглобиннің неге көп болатынына тоқталсақ. Нәрестелерде олар туылған кезде жоғарыда атап өткендей, бұл жерде гемоглобин F, яғни фетальды гемоглобин болады. Гемоглобин F бұл оттегімен байланысады. Және де гемоглобин А. Бұл да оттегімен байланысады. Бірақ бұлардың ерекшелігі неде? Бұлардың ерекшелігі гемоглобин F. Бұл бізде 2,3 дифосфоглицерат бар. 2,3 дифосфоглицерат. 2,3 дифосфоглицерат. Бұл гемоглобин F ерекшелігі бұл 2,3 дифосфоглицерат. Бұл гемоглобин мен оттегінің бір-біріне туысқандығын ажырату керек болған. Алайда гемоглобин F кездерінде бұл 2,3 дифосфоглицерат гемоглобин мен оттегіні ажыратпайды. Яғни одан қайтадан гемоглобин F O2 пайда болады. Яғни 2,3 дифосфоглицерат әсер етпейді болған. Ал гемоглобин F, гемоглобин А, яғни адультқа әсер ететін болса, онда бұл жерден гемоглобин А өз алдына қосылған оттегі бөлінеді. Оттегі ары қарай тіндерге барып, зат алмасуға қатысатын болады. Негізінен энергияны
аэробты гликолиз арқылы жүргізуге қатысады негізгі оттегі. Одан кейін жоғарыда атап өткендей бізде гем және глобиннен тұрады. Яғни бұның құрамында гем, яғни темір бар және глобин бар. Енді бұлар ыдыраған кезде, яғни эритроцит гемолизге ұшыраған кезде, эритроцит еріген кезде олар көк бауырға барып ериді. Сөйтеді де оларда көк бауырға барып еріген соң бізде эритроциттің сырты әшейін қабықша. Бұл қабықша кетіп қалады, одан кейін бұның ішінде гемоглобин қалады. Бұл гемоглобин негізінен бауырдың қызметін айтқан кезде толығымен өтетін боламыз, яғни қалай пайда болады, не үшін пайда болады, бірақ негізгі механизм түсіну керек. Бұл гем және глобиннен тұрады деді. Енді гем, яғни темір, феррум эквивалентті, бұл өзі алдына қанға түседі, трансферритин секілді ферменттермен қорға жиналады, не болмаса қан арқылы тасымалданып басқа гемоглобин құрамына енетін болады. Ал бізде глобин белогы, бұл мында жазайық, глобин белогы, глобин. Яғни глобин не істейді? Глобин бұл ары қарай ыдырау үстіне түседі, яғни көк бауырды ыдырайды, оның ары қарай бауырға барады, бірақ бұл бауырға бара жатқан кезде ыдырап ең соңында өзінің бір химиялық процестері бар, солар арқылы ыдырап, бұл бізде тікелей емес билирубинге айналады. Билирубин. Тікелей емес билирубинге айналады. Тікелей емес билирубин ол бауырға барады да, бұл тікелей билирубинге айналады. Тікелей билирубин. Енді бұлардың қызметіне, яғни бізде егер де адам организмдегі эритроциттер көптеп ыдырайтын болса, осы билирубиндер көбейіп кетеді, тікелей де, тікелей емес де. Яғни ол қай жерде көп ыдырауына байланысты. Енді адам организмде тікелей емес билирубин көбейіп кететін болса, не болмаса тікелей билирубин көбейіп кететін болса, онда ол адамда сарғаю пайда болады. Себебі ол билирубин біздегі түс беретін негізгі ферменттердің бірі, яғни адамда сарғыштық пайда болады. Енді нәрестелерге келетін болсақ, нәрестелерде бұл 145-225 грамм литр арасында. Нәрестелерде айттық туылған кезде гемоглобин F болады, яғни фетальды гемоглобин болады. Бұл нәресте туылған соң ыдырай бастайды, яғни көк бауырға барып өте көп мөлшерде ыдырайды. Соның әсерінен нәрестелерде 3-7 күннен кейін физиологиялық сарғыштану пайда болады. Яғни біз оны патологиялық ретінде қарастырмаймыз, өзінің бір көрсеткіштері бар, яғни билирубин, жалпы билирубин қалыптыда 2-5-20-5-тің аралығында болатын болса, ол кезде 50-75-ке дейін баруы мүмкін. Оны біз физиологиялық сарғыштану дейміз. Осы физиологиялық сарғыштану негізгі механизм осы гемоглобин F-ке байланысты, яғни фетальды гемоглобинге байланысты. Одан кейін билирубин, бірінші билирубин пайда болмай тұрып, ол жерден биливирдин деген пайда болады. Ол бізге жасыл түс береді. Қазір сіздерге түсіндірсем, егер сіздер қолдарыңызға мысалы тамырларыңызға инъекция жасаған кезде тамырлар жарылып кететін болса, не болмаса бір жерден соқ қалған болсаңыздар, ол жерде біз айтамыз көгеріп қалды дейміз. Енді ол неге көгереді? Енді қараңыздар, бізде қалыпты қан тамыры бар. Бұл жарылмаған, ешнәрсе болмаған. Қандай да бір соққы әсерінен қан тамыры жарылды. Сөйтеді ол жан-жағында тіндер орналасқан, бізде көптеген. Осы тіндерге барып қандар барады. Яғни қанның ішінде не бар? Оның ішінде эритроцит бар, лейкоцит бар, тромбоцит бар, және де басқа да бір элементтер бар, қанның плазмасы бар деген секілді. Енді бұл жерде біз эритроциттер бір жерде тұрған соң, олардың сыртындағы қабықшасы жоғалады. Сөйтеді ол жоғалған соң, ол биливирдин деген ферментке айналады. Биливирдин ол бізде жасыл түс береді, мына билирубиндер бізде сары түс беретін болса, ол биливирдин деген әлі толық билирубинге айналмаған, сондықтан ол жасыл түс береді. Сондықтан біз теріміздің астында көгерген секілді болып көрінеді. Одан кейін бұл тағы да біраз уақыт бақылайтын болсаңыздар, ол көгерген жер біршама уақыттан кейін сарғыштанады. Неге? Себебі ол биливирдин қан арқылы, яғни мына жарылып кетті, бірақ бұған қан тамырын қалыпқа келтіреді, және де ішінен мына глобиннің билирубинге дейін ыдырайтын ферменттер келіп отыратын болады. Осы ферменттер келіп отырған соң оларды біртіндеп ыдырата бастайды. Яғни бірінші гемолиз жүргізеді, одан кейін биливирдинге айналдырады, одан кейін тікелей емес билирубинге, одан кейін қанға сіңіп, бауырға барып тікелей билирубинге айналатын болады.
және билирубин асқазан ішек жолдарын өткен кезде айтатын боламыз, яғни ол зәрмен қалай шығады, нәжіспен қалай шығады, жалпы айтатын боламыз. Сонымен бұл жерде сарғыштанады, яғни билирубин ол билирубинге айналды дегенді білдіреді. Сосын сарғыштанған соң барып біздің көгерген жеріміз жазылатын болады. Бұл көгерудің негізгі механизмі осы, яғни ол жерге эритроциттер шығады, эритроцит гемолизге ұшырайды, билирубин болады, ол жер жасыл түс болады, жасыл түстен кейін олар билирубинге айналады, билирубинге айналған соң ол жер сарғыштанады. Билирубин бізде сары түс береді, соның әсерінен ол жер сарғыштанып көрінеді, кейін оны қан тамырына қайтадан сіңіріп, бауырға апарып тікелей емес билирубинді тікелей билирубинге айналдыратын болады. Бұны біз ас қорыту жүйесінде бауырдың қызметтерін айтқан кезде айтатын боламыз. Яғни бауырдың негізгі қызметтерінің бірі. Жалпы бауырда 500-ге жуық қызмет бар, оны негізгілеріне асқазан ішек жолдарына тоқталамыз. Енді біз гемоглобиннің қандай газдармен байланысатынына тоқталатын болсақ, сонымен келесі бізде гемоглобиннің байланысу түрлері. Яғни гемоглобин немен байланысады? Олар газдармен және де металдармен байланысатын болады. Қалыпты жағдайда тек газдармен байланысады. Жаңағы біз гемоглобин түрлеріне тоқталсақ, олар біздегі П, яғни эмбрионалды, ұрықты және де ересек атомдардың гемоглобин деп үшке бөлдік. Енді олар қандай газдармен байланысады? Қалыпты жағдайда және патологиялық жағдайларда айтатын боламыз. Сонымен физиологиялық, яғни бұл қалыпты жағдайда қандай газдармен байланысады? Одан кейінгісі бізде патологиялық жағдайлары. Енді физиологиялық, яғни қалыпты жағдайда біздегі гемоглобиндердің түрлерін білуіміз керек. Яғни олар бізде оксигемоглобин, карбогемоглобин және қалпына келген гемоглобин деп аталатын болады. Енді оксигемоглобин дегеніміз ол бізде оттегі молекуласымен байланысады. Гемоглобин O2 болып жазылады. Және де одан кейінгісі бізде карбогемоглобин. Бұл карбогемоглобин, гемоглобин және де SO2. Бұны мына жақта тұрған карбоксигемоглобинмен шатастырмау қажет. Ал мұнда SO2. Осы екеуін шатастырмау қажет. Егер адам организмінде карбоксигемоглобин болып кететін болса, онда ол адамның жағдайы ауыр, яғни ол адам тіпті реанимациялық пациент болуы мүмкін. Не болмаса өміріне аса бір жоғары қауіп төнуі мүмкін. Бұны қазір тоқталамыз неге екенін. Бұл оксигемоглобин, одан кейін карбогемоглобин. Яғни бұл O2 мен байланысады. Одан кейінгісі бізде қалпына келген гемоглобин, H гемоглобин. Енді бұларды мен pH-ты түсіндірген кезде айтқан болатынмын, яғни гемоглобин pH-ты реттеуге қалай қатысады? Ол адам организміндегі. Егер көрмеген болсаңыздар, осыдан алдыңғы видеоны кіріп көріп шығыңыздар, яғни қанның қасиеттеріне тоқталған кездегі pH-қа тоқталған кезде айтқан болатынмын. Сонымен қысқаша айтып өтейін, яғни тіннен оттегі ол қанға барып сіңеді, қанға барған соң, яғни кешірім сұраймын, оттегі емес, көмірқышқыл газы SO2 қанға барып сіңеді, қанда бізде су болады, сумен байланысады, одан кейін H2SO3 түзіледі. H2SO3 олар бізде тұрақсыз қосылыс болып табылады. Сөйтеді ол H2SO3-ке және де сутегі молекуласына ыдырап кетеді. Одан кейін H2SO3 қанға ары өзімен тасымалданып кетеді, ал біздегі сутегі молекуласы ол гемоглобин O2 мен байланысып, оттегіні бөлек гемоглобинді өзімен бірге алып кетеді. Дәл осы өзімен бірге алып кеткен бұл қалпына келген гемоглобин деп аталатын болады. Яғни ол қайтадан өкпеге барып, оттегімен байланысып, қайтадан газ тасымалдауға қатысады. Яғни мен бұны pH-та айтқан кезде айтқан болатын. Одан кейінгісі бізде патологиялық. Патологиялық, яғни бұл қалыпты жағдайда адам организмінде кездеспеуі қажет. Одан кейінгісі ең біріншісін тоқталатын болсақ, яғни бұналар бізде қалыпты жағдайда кездеседі. Енді біріншісі бізде карбоксигемоглобин, яғни А гемоглобин SO, яғни көміртегі және оттегі. Карбоксигемоглобин бұл қай кездерде адам бұндай жағдай болады? Адам осындай газдармен уланатын болса, көбінесе мысалы ауылды жерлерде, ошақ жағатын жерлерде кейде ыстың иісі шығып жатады. Осы ыспен кейде ұйықтап қалып жатады адамдар. Дәл осы кездегі адам қанында көбейіп кететін гемоглобин бұл бізде карбоксигемоглобин деп аталады. Карбоксигемоглобин енді бұл неге адам өміріне қауіпті? Себебі бізде гемоглобин болатын болса, бұның гемоглобиннің әр газға туыстығы әртүрлі, яғни мына газды мен ұнатамын, осымен көбірек байланысамын, мына газды мен онша ұнатпаймын деген секілді. Ол біріншісі бізде SO2, яғни көмірқышқыл газы, одан кейін оттегі
және де мына біздегі СО, яғни карбоксигемоглобин. Карбоксигемоглобиннің түзілу ықтималдылығы гемоглобинге туыстығы мына СО2-ге қарағанда 200 есе жоғары. Ойлаңыздар, бір СО2-мен байланысады, 200 СО-мен байланысатын болады. Ал оттегі мен гемоглобин туыстығы бізде СО-ға қарағанда 2 есе көп. Соған байланысты оттегі артериалды қанында көп болады, және де гемоглобин көбінесе оттегімен байланысатын болады. Ал біз мына СО-ны негізгі көрсеткіш 1 деп аламыз. Яғни гемоглобин туыстығы СО2-ге СО2-ге қарағанда оттегінің гемоглобинге туыстығы, яғни онымен тез реакцияға түсіп гемоглобинмен бірігуі 2, ал СО, яғни бұл немесе иіс газы деп атайды. Бұл кезде гемоглобинмен туыстастығы 200. Яғни адам онымен тыныс алады, сразу қанына барады да гемоглобинмен байланысып адамның демалуына қиындық жасайды. Яғни біздің негізгі демалатынымыз бұл бізде O2 болатын болса, яғни оттегі гемоглобин осыны тасиды. Ал егер гемоглобин СО-мен байланысып кететін болса, онда оттегі гемоглобинмен байланыса алмай қалады, ал оттегі қанда жалғыз өзі тасымалдана алмайды. Яғни гемоглобинсіз оттегі жоқ. Соның әсерінен адамның өміріне қауіпті болып табылады. Бұны карбоксигемоглобин деп атаймыз. Бұл науқастар реанимациялық болады көп жағдайда. Және де ауылды жерлерде иіс газымен қалып кеткен болса, оларды дереу сыртқа шығарып, таза ауамен тыныстату қажет. Себебі қандағы карбоксигемоглобин азайту қажет. Одан кейінгісі бізде метгемоглобин. Метгемоглобин бұл біздегі негізінен темір молекулаларымен байланысады. Бұл метгемоглобин егер қанда көбейіп кететін болса, қанның түсі қоңыршыл тартып кетеді. Негізінен қалыпты жағдайда кездеседі, бірақ өте аз мөлшерде, 0,1% көлемінде ғана кездесетін болады. Одан кейінгісі бізде сульфогемоглобин, яғни көріп тұрғандарыңыздар бұлар күкіртпен байланысады. Бұлардың да енді қанда көп мөлшері жоқ, өте аз мөлшерде кездеседі. Одан кейінгісі бізде сульфогемоглобин, бұмен адамдардың улануы да өте сирек кездеседі. Көп жағдайларда бұл орақ тәрізді анемияларда осы сульфогемоглобин болып кетеді. Яғни сульфидтермен байланысып кетеді. Одан кейінгісі бізде гликозирленген гемоглобин. Гликозирленген, яғни бұның құрамында гликозирленген, яғни гликоза бар. Бұның құрамында гликоза бар. Бұл қай кезде? Бұл қант диабетімен ауыратын науқастарда гликозирленген гемоглобин көбейіп кетеді. Қалыпты жағдайда 5-5, 6-ға дейін болып кездеседі. Ал егер одан жоғары кететін болса, онда ол қант диабетінің негізгі көрсеткіштерінің бірі болып табылады. Яғни қант диабетінде гликозирленген гемоглобиннің көрсеткіші айрықша орын алатын болады. Сонымен бізде байланысу түрлері бұлар физиологиялық, патологиялық болып екіге бөлінеді. Физиологиялық ол бізде оксид, карбо және қалпына келген гемоглобин. Патологиялық гемоглобиндер бұлар бізде карбоксигемоглобин, метгемоглобин, сульфогемоглобин және гликозирленген гемоглобин. Қалыпты жағдайда мына екеуі кездеседі. Және пайыздық мөлшері мыналар қарағанда өте аз болады. Ал мына екеуі қалыпты жағдайда кездеспеу керек, бұлар тек патологияда кездеседі. Гликозирленген гемоглобин бұл негізінен қант диабетінде кездеседі. Қант диабеті не болса, сахарный диабет, оның өзінің екі типі бар. Бірінші, екінші инсулин тәуелді, инсулин тәуелсіз, оларда жоғары көрсететін боласыздар. Одан кейін карбоксигемоглобин бұл көбінесе жаңағы иіс газдарымен уланған адамдарда болады. Яғни от жағыпты, дұрыс жанбай қалды, соның әсерінен үйдің ішіне ыс пайда болды. Сол ыстан уланған адамдарда осы қанда карбоксигемоглобин табылатын болады. Сонымен келесі бізде қанның оттегілік сыйымдылығы, яғни бір молекула гемоглобин не болмаса эритроцит өзімен бірге қанша оттегіні тасымалдайды деген сұрақ. Яғни 1 грамм гемоглобин тасымалданатын оттегі саны бізде қанның оттегілік сыйымдылығы деп аталатын болады. Енді бізде 1 моль, яғни химиядан білесіздер, моль, грамм разницалары. 1 моль гемоглобин ол 4 моль оттегі молекуласымен байланысатын болады. Яғни атап өткендей 1 гемоглобин биологы, 1 гемоглобин 4 оттегі молекуласымен байланысатын болады. Яғни 1 моль гемоглобин тең болады 4 моль оттегіге. Ал 1 грамм гемоглобин, яғни моль мен граммның бір-бірінен айырмашылығы бар. 1 грамм гемоглобин бізде 1,34 мл оттегіге тең болады.
Енді адамның 100 мл қанында 15 грамм гемоглобин бар деп есептелінеді, яғни орташа есеппен 15 грамм гемоглобин бар деп есептелінеді 100 мл қанда, ал 1 литр қанда 150 грамм литр гемоглобин болады. 1 литр тең болады грамм литр гемоглобин. Бұл әрине орташа көрсеткіш, яғни әр адамның қанында байланысты, яғни жоғарыда атап өттік біз ер адамдарда 140-160, әйел адамдарда 130-150 грамм литр гемоглобин болады дедік, яғни ол 1 литр қандағы мөлшері. Енді 1 литр қанда орташа есеппен 150 грамм литр гемоглобин бар деп алатын болсақ, біз қанның оттегілік сыйымдылығын, яғни гемоглобинге 1/34 көбейтетін боламыз. Енді 100 мл есептеп көретін болсақ, 15 грамм көбейтеміз 1/34 мл-ге, яғни мұнда тұр. Ол адамда 20 мл оттегі болады, яғни 100 мл-дің былайша айтқанда 5-тен 1-і бұл бізде оттегі молекулалары тұратын болады. Яғни егер 1 литр қанда 200 мл оттегі болады деген сөз. Енді сіздер өздеріңіздің қандарыңыздағы оттегін есептеулеріңізге болады. Оны қалай есептейсіздер? Оны есептегенде біздегі бір формулалар бар. Яғни сіздің салмағыңызда, яғни әр 1 килограммда 75 миллилитр оттегі болады. Яғни 1 килограмм дене салмағы тең болады 75 миллилитр қанға. Яғни олар қан формалы элементтері бар, тағы басқалары бар, 75 миллилитр. Мысалы, мен өзімді алатын болсам, менде 70 килограмм салмағы 70 килограмм, оны көбейтеміз 75 миллилитр. 75 миллилитрге тең болады 5250 миллилитр. Ол былайша айтқанда 5 литр қан. 5 литр қан. 5 литр қанда, яғни 1 литрде 150 грамм литр гемоглобин бар деп алатын болсақ, мен енді нақты қанын тапсырып көрген жоқпын, қанша гемоглобин бар екенін білмеймін нақтысын. Бірақ енді орташа есеппен 150 грамм литр деп алатын боламыз. Яғни 5 литр қанда бұл 750 грамм литр гемоглобин болады. 750-ді біз енді мұнда қойып 1/34-ке көбейте салатын боламыз. Яғни 750 грамм литр гемоглобинді көбейтеміз 1/34 миллилитр оттегіге тең болады. Бізде бұл 1000 миллилитрге тең болады. Орташа есеппен 1000 миллилитр оттегі. Яғни менің денемде қан айналымында ағып жүрген 1000 миллилитр оттегі бар дегенді білдіреді. Енді бұл, яғни сіздер егер өздеріңіздің қандарыңызда қанша гемоглобин бар екенін білсеңіздер, нақтысын білсеңіздер, мысалы әр адамдарда әртүрлі болуы мүмкін. Мысалы анемичный адамдар бар, оларда 90 болуы мүмкін, кейбір адамдар 80-100 болуы мүмкін, яғни гемоглобин. Қалыптыда жоғарыда атап өттік қанша гемоглобин болатын. Енді бұл 1000 миллилитр сіздің қаныңызда бар. Жалпы қанның өзінің 60% біздің денеміз арқылы перифериялық қанда болады. Яғни жоғарыда атап өттік біз қандардың өзінің түрлерін, олар перифериялық қандар және де қорда тұрған қандар. Қорда олар бауырда, теріде жиналатын болады. Көп жағдайларда 40% қан осы қорда болады, яғни оны біз депо деп атаймыз. Енді осымен бізде эритроциттердікі бітті. Келесі бізде лейкоциттердің физиологиясы болады. Барлығына конспект жазамыз. Түсінбеген жерлеріңізді сұрайсыздар, кітаптардан қарайсыздар. Жалпы кітапты тастамаңыздар, конспект жазыңыздар. Ең маңызды білімді конспектке түсіруге тырысыңыздар. Яғни гемоглобин түрлерін, эритроциттердің эритропоезді, оған қандай элементтер қатысатынын, яғни темір, фоль, қышқылы, одан кейін цианокобаламин, олар қалай сіңіріледі, кастлдың ішкі факторлары, егер астан ішек жолдарын өтіп кеткен болсаңыздар, ал егер өтпеген болсаңыздар, біз алдағы уақытта астан ішек жолдарына тоқталатын боламыз. Одан кейін гемолиз дегеніміз не, эритропоез дегеніміз не, анемия, эритроцитопения, эритроцитоз, физиологиялық, патологиялық жағдайларды қарастырыңыздар. Осымен бізде эритроциттердікі бітті. Келесі лейкоциттерде кездескенше.